Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай үйге киюге арналған аяқ киім тоқып үйренетін боламыз. Бұл аяқ киімнің тоқылуы өте оңай. Небәрі 1 сағатта сіз 2 аяқ киімді тоқып шығатын боласыз. Мүлдем ілмек ұстап көрмеген болсаңыз да, бұны тоқып шығуға болады. Аяқ киімнің іші осылай, мінекей, өте жеңіл аяққа кигенге және де өте жылы. Видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, бізге аяқ киім тоқу үшін осындай аяқ киімнің дайын табаны қажет. Бұны кез келген жіп сататын жерде сатып алуға болады. Неге мен дәл осы табанды алдым. Үйге арналған, аяқ киімге арналған табан осы. Бұл бізде алды жабық тоқуға арналған табан. Егер сіздер алдын ашып тоқитын болсаңыздар, онда басқа табан алатын боласыздар. Және де бізге ілмек қажет. Ілмек менде номері 3,5 мм. Негізі 3-ші номердегі ілмекті пайдалансаңыздар болады. Келесі бізге аяқ киім тоқу үшін жіп қажет. Менде жіп осы фирманың, яғни Dreamsoft-тың жібі. Кез келген түсте, өздеріңіз ұнаған түсті алып қолдансаңыздар болады. Мен бүгін осы 2 түсте тоқитын боламын. 2 түсте тоқу міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 1 түсте тоқып шықсаңыздар да болады. Достар, біз тоқылғалы жатқан жіп өте нәзік жіп. Қараңыздар, мінекей, бұлай үлпілдегін тартқан кезде жіптің арасы осылай ашылып, немесе түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жіппен тоқыған кезде мұқият болыңыздар. Және де қатесіз тоқуға тырысыңыздар, өйткені бір тоқыған екінші шешкен кезде біздің жіптеріміздің арасы тартылып қалатын болады. Достар, ең алдымен біз табанымыздың осы сары бөліктерін жіппен жасырып алатын боламыз. Ол үшін мен табанның алдыңғы бөлігінен, яғни осы жерден бастап айналдырып келіп, осы жерде тоқтаймын. Себебі мен қатарының алдыңғы басы бізде алдынан бастап тоқылады. Осы жерден келген кезде мен бірінші қатарды бастап кететін боламын. Ең алдымен осы жерге жібімізді кіргізіп шығарамыз. Ыңғайсыз болуы мүмкін сіздерге. Келесі міне сары жіптің астынан шығарамыз. Жіптің астынан өткізіп аламыз. Мінекей. Келесінен шығарамыз астынан жіпті. Өткізіп аламыз. Келесінен шығарамын. Өткізіп аламыз. Бізде жасырынып жатыр. Астына кіргізу сәл ыңғайсыз болады. Достар, дәл осылай етіп, өзіміз барлық сары түсті жіптер жасырып, осы жерге дейін тоқып келетін боламыз. Мінекей мен қатарын соңына дейін тоқып шықтым. Енді біз бірінші қатарын тоқимыз. Жіпті дәл осы жерден үзбейміз, жалғастырып кетеміз. Ең бірінші алдын тоқылған жерлерден тоқимыз. Осы жерде алдыңғы тоқылғанның астына сары жіптің астына алып шығамыз. Кішкентай жібімізді тоқып бара жатқанда бірге жасырып жіберетін боламыз. Жібімізді шығарып аламыз. Сәл ыңғайсыз болады. Шығардым. Іліп тоқып аламыз. Енді мына жерден 3 жерден полустолбик накидымнан тоқып шығамыз. Әрбір қатардан 2 реттен тоқимыз. Ол үшін ілмекке жіпті бір рет орап аламыз. Астына шығарамыз. Аламыз. Барынша нығыз етіп қысып тоқыңыздар. Немесе ілмек кеңіріңіздің размері өте кішкентай болса қысып тоқуға ыңғайлы. Өйткені бізде аяқ киімнің формасын ұстау үшін қатты нығыздап тоқуымыз керек.
Тағы да дәл осы жерге полустолбик с накидін тоқимыз. Тоқылды. Келесі, мына келесі қатарға бір рет тоқыдым. Екінші рет тоқып жатырмын. Келесі үшінші. Әр қатардан біз 2 реттен тоқып шықтық. Тоқылды. Жібіміз де артында жасырылды. Енді қатарымызды аяқтаймыз бірінші қатарда. Ол үшін дәл осы астынан бір рет өткізіп, осылай алатын боламыз. Біз бірінші қатар тоқып шықтық. Екінші қатарда мен ақ түспен тоқитын боламын. Егер сіздер дәл осы бір жіппен тоқи беретін болсаңыздар, келесі қатарға да осылай осыны алып осы жерден тоқып кете беретін боласыздар. Мен қазір ақ түсті қосамын. Ол үшін достар, ең алдымен қатардың дәл қасынан, біткен қатардың қасындағы өрілген астынан жіпті ілмегімізді шығарып аламыз. Ақ жібімізді осы жерден өткіземіз. Өткізіп, осылай бір рет іліп аламыз бір-біріне. Бұл бізде осылай тұрады. Енді біз ақ жібімізді осы жақтан келіп тоқып шығатын боламыз. Ең алдымен мінекей қатардың, бірінші тоқылған қатардың жанынан алып, ақ жібімізді шығарып аламыз. Шығарып алдым. Дәл сол өрілгеннің қасына тағы да ақ жіпті шығарып аламыз. Енді бір-біріне қосып тоқып аламыз осыны. Тоқылды. Қатарды осылай бастаймыз. Енді қалған қатардың бәрін біз полустолбик с накидамен тоқимыз. Яғни бізде алдында 3 жерден 2 реттен полустолбик с накидін тоқыдық. Енді біз келесі қатарда бұл 4-еуі болады. Ол үшін ілмекке бір рет жіпті ілеміз. Мына жіпті міндетті түрде астына жасырып тоқимыз. Ілмекке іліп алдым. Бірінші 2 өрілгеннің ортасынан кіргіздім. Кіргізіп тоқып аламыз. Барша қысып тоқи беріңіздер. Келесі 2 өріл алдында тоқылған тұр. Осының ортасы мінекей ашық тұр. Қараңыздар, орталары ашық. Осы жерден 2 рет тоқитын боламыз. Бір рет тоқыдым. Екіншісін тоқып жатырмын. Келесі мына екеуінің ортасынан рет тоқылды. Екінші рет тоқимыз. Енді төртіншісін тоқимыз. Төртіншісі мінекей екеуінің жанында мына жерде тұр. Соңында 2 тоқылғанның шетінен тоқимыз сонда. Біреу. Екеу. Жіпті жасырдық артында. Енді қатары бір-біріне қосамыз. Ол үшін мінекей 2 ақ жіпімізді алдым. Енді бізде келесі қатар розбит түсті болғандықтан келесі жіпті қосамын. Дәл осы қатардың қасынан, мінекей қасына өрілгеннің астынан розбит жіпті шығарып аламыз. Екеуінен іліп алдық.
осылай шығарып қоямыз. Бізде екінші қатар тоқылып бітті. Бізде алдыңғысында 3 болған, бұл қатарда біз 1, 2, 3, 4 тоқылды, байқасаңыздар. Дәл осылай қатарымызда полустолбик с накидін тоқылғандар көбейе береді. Келесінде 5 болады. Енді мінекей мына қатардың қасынан тағы да бір рет шығарып аламыз. Розовый жіпті шығарып алып, осылай бір рет тоқып аламыз. Осындай көлемде қалдырамыз. Келесі қатарға осы жерге алып барып тоқып келеміз. Осылай алып тоқимыз. Дәл алдың қатар секілді қасындағысынан шығарып аламыз бірінші. Мына жеріміз қатты тартылып қалмау керек, ортасындағы. Оның қасындағысынан тағы да шығарып алып бір-біріне қосамыз. Қатар тоқып бастаймыз. Ең алдымен ілмекке жіпімізді іліп, мінекей бізде мына жерден тоқылады қазір. Осы жерге 2 рет тоқимыз. 1, екіншісі. Келесі, мінекей 2 рет тоқылған түрі, соның ортасынан тоқитын боламыз. Үшіншісін тоқып жатырмын, достар. Мына екеуінің ортасынан. Баста түсініксіз болып бізге өрнектер шықпауы мүмкін. Енді қараңыздар, үшінші қатар тоқып жатқанда байқасаңыздар шығып жатыр. Енді әрбір розбидің ортасынан осы жерден тоқу керек деген келесі қатары сіздерге түсінікті болады. Баста сәл ыңғайсыз болуы мүмкін. Біреу, 2, 3, 4 тоқылды. 5-ші 2 рет тоқылатын жер мына жерде. Тоқылды. Енді 2 розбий түсті жібімізді кіргізіп аламыз бір-біріне. Дәл осы қатардың қасындағы қатардан ілмегімізді шығарып, бізде келесі қатар ақ жіп болғандықтан ақ түсті жібімізді шығарып аламыз. Осылай қосып тоқимыз. Қатарымыз аяқталды. Дәл осы мінекей өрілгеннің жанынан тағы да бір рет өткізіп алып, барша астындағы сарысынан өткізуге тырысыңыздар. Ақ жіпті шығарып аламыз. Кіргізіп алдым. Достар, сіздерге 4-ші қатар тоқып көрсетемін. Одан кейінгі қатарларды дәл осылай етіп өздеріңіз тоқып шығатын боласыздар. Неке қараңыздар, бізде 3 болды. Мұнда 3 дегеніміз полустолбик с накидінің 2 рет тоқыған 3. Қасындағы 2-і ол біздің 2 қатарды біткендегі қатарымыз. Бізде 3, келесіне 1, 2, 3, 4, келесімізде 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді бізде бұл қатарда 6 болатын болады. Ол үшін мінекей дәл осы қатардың қасынан ақ жібімізді шығарып аламыз. Шығарып алдым. Осындай қалдырдым көлемде. Келесін дәл осының қасындағы өрілгеннің астынан шығарамыз.
екеуін бір-біріне қосып тоқып аламыз. Қатар басталды. Бұл біздің қатар басталғандағы тоқылғанымыз. Енді ілмекке жібімізді ораймыз. Дәл мінекей міне өзі көрініп тұр. Осы жерге 2 рет тоқимыз. 1, 2. Келесі міне өрнектерге қараңыздар, бізде шығып жатыр. Мына жерге 2 рет тоқимыз деген. Ортасы ашық тұрады. Сол жерге 2 рет тоқимыз. 1, 2. Соңғысы міне осы екеуінің ортасында. Бізде байқасаңыздар, міне алдында қалып кеткен жіп, менде алдына қарай шығып кетті. Бұл жіпті біз соңында ине жіппен тігіп аламыз. Себебі бізде бұл жіп өте нәзік жіп, шығып кете береді. Ине жіппен тігіп қойсақ, сонда шықпайтын болады. Соңғысын тоқыдым. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Мінекей 6 болды. Енді біз қатарды жабатын боламыз. Тағы бір рет қарап алыңыздар. 2 ақ жіпті алып бір-біріне кіргіземіз. Дәл осы қатардың жанынан алып шығып, астына сарысынан алып шығыңыздар барынша. Розбе жіп шығарамыз. Өйткені бізде келесі қатар розбе жіпте. Сіздерде бір түсті болса, сол бір түсті алып шығарып отыра беретін боласыздар. Қатарды қостым. Енді дәл осының қасынан тағы да кіргізіп, розбе жіпті шығарып аламыз. Осылай бөлікке қалдырамыз. Шығып кетпеу керек, қатты тарт жермейсіздер. Дәл осылай алдыңғы қатарлар секілдетіп, бұл қатарды да тоқып шығатын боласыздар. Осы жерден шығарып аласыздар, кіргізесіздер. Мінекей ары қарай түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Өзіміз отырып, қалған қатардың барлығын осылай тоқып шығамыз. Бізде ең баста әр қатар сайын бізде осындай полустоликсына дейтін тоқылған қатарлар артып отырады. Бастапқыда 3-еу, қараңыздар, екінші қатар 4-еу болды, үшінші қатарда 5-еу, төртінші қатарда 6 болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі қатарда бізде 7 болады. Солай етіп біз барлық 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, мен 15 қатар тоқып шықтым барлығы. Енді қатарымды аяқтағалы жатырмын. Қатарды аяқтаймыз. Және соңғы қатарымызды тоқитын боламыз. Қатарды аяқтайтын кезде алдыңғы қатарлар секілді аяқтаймыз. Өткізіп, ақ жіппен тоқимыз соңғы қатарды. Ақ жіпті шығарып алдым. Енді бізде розбе түсті жіп осымен бітті. Осы жерден қиып аламыз. Бұл жіпті де қазір тоқитын кезде осылай жасырып алатын боламыз. Мінекей ақ жібімді өткізіп алдым. Енді дәл алдыңғы қатары секілді қалдырып, мінекей дәл осы бетке әкелеміз. Қасынан өткізіп аламыз бірінші.
тағы өткіземіз. Бір-біріне қосып тоқимыз. Соңғы қатарда біз әрбір мінекей ортадан бір рет қиянғана, яғни бір рет полустолбиксына киітіп аламыз. 2 рет тоқымайтын боламыз. Және барынша қысып тоқыңыздар. Мынаны қатарды қысу керек. Аяқ киім сонда ішіне бос тұрмайды аяғымыз. Ілмекке жіптеліп алып, кейін ай жерден өткіземін біріншісінен. Қараңыздар, мен әрбір ортадан бір реттен ғана тоқып шығып жатырмын. Дәл осылай етіп, соңына дейін өзіміз тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, мен қатарын соңынан тоқып келдім. Енді қатарымызды аяқтап, қатарымыз жабатын боламыз. Мінекей ақ түстің астына шығарып алып ағжымызды бір-біріне қосып, қатарымызды аяқтаймыз. Қосып алдым. Осы жерден қайшымызды қиып аламыз. Осы жерден жібімізді қиып аламыз. Жібімізді шығарып, астыңғы бөліктен тағы бір рет өткізіп аламыз, шығып кетпеу үшін. Енді жібімізді жасыратын боламыз. Жіптерімізді мінекей мына тұрған ақ жіптерге жастырып шығып, соңында ине жіппен тігіп алатын боламыз. Аралардан өткізіп шығамыз. Неге достар, мен ине жіппен тігіп, жіптерімді жасырып, қырқып алдым. Екі аяқ киімде дайын менде. Сіздер дәл осылай етіп, аяқ киімдеріңіздің екінші парында осылай тоқып шығатын боласыздар. Өте әдемі шықты. Үйде жып-жылы етіп киіп жүруге арналған. Сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте пайдалы мастер-класстарды бөлісіп отыратын боламын. Әселханмен бірге тоқып үйреніңіздер.